Қайырлы күн балалар. Қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. 89-шы сабақ. Сабағымыздың тақырыбы зат есім. Балалар сөздерге сұрақ қою арқылы зат есімді бүгін анықтайтын боламыз. Зат есім дегеніміз заттың атын білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Оның сұрақтары кім, кімдер, не, нелер. 19-шы жаттығу мәтінді тыңда. Серік Нұғманның тұсаукесер мәтіні. Тұсаукесу рәсімі басталып кетті. Адамдар екі жаққа бөлініп тұрып, ортадан орын қалдырылды. Екі әже бір жанды қолтығынан демеп, төр жаққа апарды. Тағы бір әже дайын тұрған ала жіппен бір жанның аяғын тұсады. Берік еңкейіп барып, жүйрік бол деп тұсауын кесті. Осы сәтте үлкендер бәрекелді, Берік ағаң сияқты білімді азамат бол деп тілек білдірді. Балалар, енді өзіңнің тұсауыңды кім кескенін үлкендерден сұрап біліп аламыз. Және де қарамен жазылған сөздерге сұрақ қоямыз. Олай болса, қанекей көрейікші. Яғни, мысал үшін, менің тұсауымды әкемнің інісі кесті, менің тұсауымды нағашы әжем кесті, менің тұсауымды туған ағам кесті, менің тұсауымды нағашы атам кесті, деп осы бір нұсқасының біреуін алып жазсаңыздар болады. Яғни, кім сіздердің тұсауларыңызды кескенін жазасыздар. Ал сұрақтары бұл жерде кім деген сұраққа әже, берік, кімдер дегенге адамдар, үлкендер, не деген сұраққа орын, тілек деген сөздер болады екен. Келесі 20-шы жаттығу сөйлемдерді көркем жаз. Тұсаукесу бала тәй-тәй басқанда жасалатын дәстүр. Баланың тұсауын ала жіппен кеседі. Балалар, бұл жерде зат есімдерді тауып, түбір мен қосымшасына ажыратамыз. Яғни, міне, қанекей түбір мен қосымшаны есімізге түсіріп жіберейікші. Демек, түбір дегеніміз ол сөздің несі, ол бөлінбейтін бөлігі, балалар. Ал қосымша дегеніміз ол жұрнақ пен жалғау болады. Түбір сөзден кейін жұрнақ немесе жалғау жалғанады. Демек, тұсау деген сөзде бізде зат есімдер бұл тұсау, бала, дәстүр, баланың тұсауын жіппен деген сөздер, бұлар зат есімдер. Енді осының түбір мен қосымшасын ажыратамыз. Тұсау бұл түбір, бала түбір, дәстүр бұл түбір, бала түбірнің қосымша, яғни бұл жерде жалғау, балалар. Тұсауын дегенде тұсау, түбір, ын бұл жалғау. Келесі жіппен дегенде де жіп, түбір, пен жалғау. Егер сөзбен сөзді байланыстыратын болса, ол жалғау дейміз, ал сөздің мағынасын өзгертетін болса, ол жұрнақ болады. Келесі 21-ші жаттығу өлеңді түсініп оқы. Тұсаукесер Әли Ысқабайдың өлеңі екен, балалар. Көріп аяқ басуын, тұсаукесер шашуын, ақ әжелер шашты кеп, ән мен күйге басты кеп дейді. Енді балалар осы жерде зат есімдерді тауып, оларға сұрақ қоямыз. Бұл жерде зат есімдер тұсаукесер, аяқ, шашу, әже, ән, күй деген сөздер, бұлардың барлығы зат есімдер. Енді балалар өлеңдегі тұсаукесер сөзіне бірнеше сөз жасап көр дейді. Ал қанекей тұсаукесер деген сөзге, мысал үшін тұсау, кес, кесе, ер, тұс, ау, сау, кесер, есе деп бірнеше сөз жасасақ болады екен. Балалар, түсініксіз сөздердің мағынасын сөздіктен қарап аламыз. Келесі 22-ші жаттығу, жаттығуда берілген сөздерді көркем әрі сауатты жазамыз. Әжем жүн түтті, жүннен жіп иірді, сол жіптен қолғап тоқыды. Енді берілген тапсырманы орындаймыз. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қойып, қай сөз табы екен анықта дейді. Қарамен жазылған бұл жерде жүн, жіп, қолғап, бұларға қай сөз табы сұрақ қоятын болсақ, не деген сұрақ қоямыз. Яғни, не жүн, не жіп, не қолғап. Ал қай сөз табы екен анықтайтын болсақ, бұл жерде бұл зат есім, балалар, зат есім екен. Осы сабақта зат есімдерді табуды, оларға сұрақ қоюды үйрендің.